Міне Дина келді, Ғалия келді. Сәлеметсіздер ме қыздар, қайырлы таң бәріне де істеңіз. Жатсаңыз уақыт заман болсын деді. Солай біз деген рахмет қайырлы ой жәния қалайсың, аман есен красавица наша. О, Гүлсім келді. Компанияның адамдары күнде таңертең телкі қуанышпен ойнап, себебі 40 жылғы соңына қалмай жүрген әртүрлі хронический аурулардан құтылғаннан кейін қуанбағанда не істейсің? Қуанып басқа адамдармен бөлісесің. Әдеміленіп алған, басқа қолдарының дағдыға айналған, әдетке айналған 8 стақан су ішіледі күніне. Уақыт табады солар, су ішуге уақыт табады. Уақыт табады. Біздер де солай өзімізге өзіміз. Біз деген почему-то Европаға еліктеп, ойбай хот-дог, ойбай шаурма мет, немене дәні бір. Біздің өзіміздің қайырлы таң, ой жәния қалайсың, аман есенсің ба? Красавица наша. О, Гүлсім келді. Гүлсім, приветствую Қостанай, приветствую Қызылорда. Міне достар, жәния Қызылордадан, Гүлсім Қостанайдан. Екеуі де 60-ның о жақ жағындағы келіншектер. Да, келіншек болып алды. Бұлар деген уже бабушка деп оларға аузың бармайды. Әдемленіп алған, осы өнімдерді ішіп алған. Как красиво. Оны деген санап отырмайым, бұны деген мынандай қалай қасыққан нетуге болмайды. Темірге тигізуге болмайды. Прямо соның мөлшерін білемін, 15 тамшының мөлшерін білемін. Мен деген уже әжептер бір жылдай болып қалды, қолданып жүрген. 7-8 ай болды. Тілімнің астына соның мөлшерімен тілімнің астына қыламдағы бір 30 секунд ұстап тұрам, әрі қарай өзі сол тамырларым арқылы кетеді, асқазанға барып тұрып. Тұқым қуалаған полиартрит деген ауру болған. Қолдарының